Так, счетымызда $276.64 бар. Біз $100 бастадық. Депозитімізді көтеруді жалғастыратын боламыз. Біздің мақсатымыз первозданная цель $1000 жасау. Так, бізде соңғы сделкамыз плюске шыққан еді. Ол жерден біз $176 таптық. Сол соманы жазайық. 176 да нүкте $64 ашамыз. То есть 296 да $76 бізде прибыль келетін болады счетымызға. Так, енді ситуация іздеп көретін боламыз. Бізге бір сделка ашу керек. Мына жақта ликвидностьпен жұмыс, астың жақта ликвидностьпен жұмыс. Rejection блоктан жоғары реакция. Ну, что я могу сказать? Ну, тут непонятно, по идее. Use the switch фотосы. Свечаның жабылғанын күтеміз. Бұл жерде тоже ұнап тұрған жоқ маған вообще. О, осындай қозғалыстар, конечно, как по мне. Так, ликвидностьпен жұмыс. Rejection блок тест. Баға реакция алды. Ликвидностьпен жұмыс. Rejection блокты тест общий. Баға жоғары реакция алды. Так, астың жақта ликвидность бар. Агрессивный шешіп жатырық ликвидностьті. Жоғары ашып көргім келіп жатыр. Тура осы жерден. Бағаны жоғары қарай кету үшін арақтағы екі шешілген ликвидность жеткіліктері ойлаймын. Осы екеуі. Мына жақтағы біздің сызық бізде rejection болып выступать етіп, жоғары реакция осы жерге дейін алуымыз керек деп ойлаймын. Мына жақтағы қайға дейін барамыз, и жалпы осы свечаның диапазонына дейін көтерілетін секілдіміз. Как я думаю. 30 секундта қалды. Жақсылап қара. Қалай айттым, тура солай болды. Көріп тұрсың ғой? 15 секундта қалды. 10, 9, 7, 6. И қара, свеча жабылды, имбаланс пайда болды, крупная сделка, то есть свечадан и имбаланс толтырдық. И дальше төменге қарай кетіп қалдық уже. Но самое главное, біздің сделкамыз плюске шықты, біз таптық бағаның қайда кететінін угадали, да? И это важно, самое главное. И $339 общий табыс таптық. Бұл жерде $162 таза пайда бізге алып келді. $100 бастаған едік, $439 қазір біздің счетымызда бар. Депозит жақсы көтерілді. Тура осылай көтерген келетін болса депозитті, мен істегенімді қайтала. Мен көрген нәрселерді көр. То есть тура мен осылай қазір жасап жатқан анализ жасап, мен істегенімді қайталайтын болсаң, рано или поздно мен секілді нәтижеге жетсең болады. Саған қазір ақша шығарған ақшаларымды көрсетем. Мына қара, мына жақта полностью бізде список бар. Бұл жақта біздің шығарған ақшалардың тізімдері, короче.
4 страница бар. Барлығында бізде выводтар көріп тұрғандай. Депозитті көтеріп, табысыңды шығарып отырған тізімдер көріп тұрғаныңдай. Осының барлығы выводтар. Осындай выводтарды тұрақты түрде шығарып отыру үшін мен жасағанды қайталасаң жеткілікті. Табыс табу үшін сол ғана керек. Пока что статистика мынандай. Бүгінгі разгон депозитімізді аяқтаймыз. $1000 енді жақындап қалдық кәдімгідей. Осы қалыпта жалғастыра беретін боламыз. Бүгінгі сауда өзінің аяғына жетті. Келесі кездескенше сенімен бірге болған Fast Money Forex. Сау бол.